Пандемия өршіген уақытта кейбір медиа коронавирус пен оның еміне қатысты шындыққа жанаспайтын ақпарат таратты. Олардың көбі ресейлік медиаға сілтеген. Алайда бұл ақпараттың көбі препринт зерттеулер еді. Жарияланбаған ғылыми мақала туралы журналистер не білуі керек? Қарапайым сөзбен түсіндіріп көрейік. COVID-19 пандемиясы таралғалы медико-санитарлық ғылым және биологиялық ғылым серверлерінде жүздеген препринт пайда болды. Ол өзінің идеясын ғылыми ортаға жариялап, кәсіби пікірталас тудырғысы келетін адамдардың алдын ала жазылған материалдары. Бұл ақпарат көзінің қандай ерекшелігін ескеру қажет. Препринт академиялық журналда жарияланбаған және сарапшылардың бағасын алмаған ғылыми мақала. Мұндай ресурстар физика және математика саласында бұрыннан бар еді. Ал медицина мен биологияда жақында пайда болды. Бұл мақалалар жалпы іріктеуден өтеді, бірақ рецензияланбайды. Мақалада плагиат, қорлау және ғылыми емес контент, сонымен қатар денсаулыққа зиян келтіруі мүмкін ақпарат бар жоғы тексеріледі. Мақаладағы қорытынды алдын ала жасалған немесе теория жүзінде ғана. Мұндай мақала туралы жазбас бұрын автордың негізгі алған зерттеу тәсілін оқып білу маңызды. Осы тақырыпқа қатысы бар, бірақ бұл зерттеуге қатыспаған ғалымдардан кеңес алған да жөн. Кейде препринт авторлары мақаланы әріптестерімен талқылағаннан кейін өшіріп тастайды. Пандемия кезінде бақта препринтке негізделсе де, оны дәлелденген факт ретінде ақпарат берген материал саны көбейіп кетті. Мұндай материалдарды оқығанда сақ болыңыз. Олар сізді, тіпті автордың өзінде адастыруы мүмкін.